тең 2'den 1 түріндегі теңдеу бөлшек астына түріндегі. Bu жерде бірінші анықталуын анықталамыз. Анықталуын анықтайтын болсақ, бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек деген шартты қолданамыз. Бірінші бөлшектің бөлімі x нөлге тең болғанда не болады? Демек x нөлге тең болмау керек. Екінші бөлшектің бөлімі x минус 1-ге тең болмау керек. X 1-ге тең болмау керек, және x минус 1-ге тең болмау керек. Енді ортақ бөлім келтіреміз. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бірінші бөлшекті 2x плюс 1-ге көбейтеміз, екінші бөлшекті 2x-ға көбейтеміз, үшінші бөлшекті x плюс 1-ге көбейтеміз. Бұл сол ортақ бөлімге келтірген бойынша жазайық. Бір ортақ бөлімге көбейтіп жіберсек, бөлшектің бөлімін жазбай кете береміз. 2x плюс 1 плюс 2x тең x плюс 1. Бұл жақсылар басамыз. 2x плюс 2 плюс 2x тең x квадрат плюс 2 квадрат. Бір жағына жинап, нөлге теңестіреміз. Енді x квадраттың 10 болу үшін бәрін теңдіктің 10 жағына жинаймыз. Сонда x квадрат 4x на жақта минус 4x болып өтеді. X-тен минус 3x минус 2 на жақта минус болып өтеді. Минус 2 тең 0 теңдеуді аламыз. Енді бұл квадрат теңдеуді шешеміз. 3 плюс минус 4 астында 9, 3'ün квадраты 9 болады. Демен 4'тен 2'ni бөлсек 8 плюс 8 бөлінді 2. Тең сонда 3 плюс минус 4 астында 17 бөлінген 2. Бұл екі шешімнің екеуі де нөлге де минус 1-ге де тең емес. Сондықтан бұл теңдеудің шешімі екі шешім ретінде алынады. Бірінші шешімі 3 минус 4 астында 17 бөлінген 2, ал екінші шешімі 3 плюс 4 астында 17 бөлінген 2